Сәлем достар, қызық арна каналына қош келдіңіздер. Жер бетінде қанша адам болса сонша мінез бар. Суретте геометриялық фигуралардың көмегімен 8 түрлі адам бейнеленген. Ішінен өзіңізге болмысыңызға ұқсатынын таңдаңыз. Бірінші типті таңдағандар басқарушы типіне жатады. Әдетте мұндай адамдардың ұйымдастырушылық қабілеттері жоғары болып, басқаруға икемді келеді. Тоқтамастан сөйлеп, алдында отырған дүйім жұртты оңай баурап алады. Астамшылдық сынды қасиеттерден барынша аулақ. Екінші тип жауапкершілігі мол орындаушы. Бір қарағанда бойына басқарушы типіне сай мінезді байқауға болады. Алайда маңызды шешім қабылдар тұста қатты қиналады. Адалдықты, шындықты жоғары бағалап, өзінен де өзгелерден де жауапкершілікті талап етеді. Өтірік пен жасандылықты суқаны сүймейді. Үшінші типті таңдағандар үнемі алаңдап күдіктенуші. Қолынан келмейтіні жоқ, 8 қырлы бір сырлы десек те болады. Қолөнер бұйымдарын жасап, түрлі кітап оқуға құмартады. Бір сарынды өмірден тез жалығады. Осы орай мамандықтары мен қызығушылықтарын үнемі ауыстырып отырады. Тазалықты сүйеді. Адамдармен осыған байланысты ренжісіп жүреді. Өзгелердің көңіліне қарап, өзіне күдіктене қарайды. Үнемі айналасындағылардан қолдау күтеді. Төртінші типті таңдағандар шынайы өмірден алыстап, қиын сұрақтардың жауабын іздеп жүреді. Әрбір ісіне баға беріп, жаны рахаттанады. Аталған типтегі адамдар кино, цирк, театр, мультипликация сынды салаларда жұмыс істейді. Бесінші типті таңдаған адамдар өте сезімтал болып келеді. Өзгелерге қамқор болып, өзін құрбандыққа шалуға дайын барады. Тәкаппар, өзімшіл, эгоист адамдармен сөзі жараспайды. Қолы ашық, жомарт. Келесі, алтыншы типті таңдағандар өнертапқыш, құрастырушы, суретші. Техниканың қыр-сырын меңгеріп сурет салады. Ақыл еңбегінде жақсы көреді. Өзгелердің бағыт беріп басқарғанын ұнатпайды. Шешімді әрдайым өзі қабылдайды. Тыныштықты жақсы көреді. Ойға алғанын жүзеге асырмайынша тынбайды. Жетінші тип. Жан дүниесі барынша нәзік келеді. Үнемі өзгелердің көңіліне қарап, олар үшін көп нәрсе жасап беруге дайын. Барлығын туған бауырындай көріп, қамқорлық танытады. Олардың қайғы мұңын, қуанышын өзінікіндей сезінеді. Ең соңғы 8-ші типтің адамдары өзгелерге жанашырлық таныту, жан дүниесін түсіну дегенді білмейді. Керісінше оларды қинағанды жақсы көреді. Өзінің жоспарларымен ешкіммен бөліспейді. Сонымен біздің психологиялық тестіміз аяқталды. Ал сіздің нәтижеңіз қандай болды? Төменде комментарийға жазып кетіңіз және лайк басуды ұмытпаңыз.